Сәлем баршаңызға. Бүгін біз өрік, мейіз, грек жаңғағы қосылған өте ерекше дәмді пирог дайындаймыз. Ұнымызға қант ұнтағын комнатный температурада тұрған майымызды қосып, қамыр қопсытқыш қосып біріктіреміз. Осы массамызға жұмыртқамызды қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Міне бізде осындай жұмсақ қамыр дайын болды. Енді формамызға бірден жая береміз. Бортик жасауға ұмытпаймыз. Дәл осы видеодағындай жасасаңыздар болады. Ал енді пирогымыздың салмасын дайындайық. Сгущенкаға өрік, мейіз және грек жаңғағын қосып араластырамыз. Начинкамыз дайын. Енді осы начинкамызды қамырымыздың үстіне жаямыз. Осы пирогымызды 180 градуста қысып тұрған пешімізге 25-30 минут аралығында пісіреміз. Пирогымыз дайын, ас болсын.